бұл видеоға дәл уақытында түсін. Дәл уақытында дәл осы видеоны басып тұрып кірдің. Неге? Өйткені 2023 жылдың аяқталуына өте аз уақыт қалды. Дәл осы видео шығарда, бір айдай ғана уақыт қалды. Енді бірақ қана сұрақ. Сен де дәл қазір ештеңеге үлгермесең, осы 2023 жылға өзіне мақсат қойып, бірақ ол мақсаттарды әдеттегідей орындамасаң, не болмаса сен үлгердің, бүкіліне үлгердің, барлығы супер, бірақ тағы да бір іс-әрекет жасаған кезде бұл видео саған үлкен бір мотивация болуы тиіс, бұл видео саған үлкен бір жол көрсетіп беруі тиіс. Ендеше 2023 жылды қалай аяқтау керек? Дәл осы тақырыпты бүгін қозғайтын боламыз. Кеттік, бастаймыз. Сонымен бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз ойларыңызды, дәл осындай бір мотивация, лайфхактарыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға жіберіңіздер, олар да әрекет жасасын. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Мен кеше дәл осы мына видеоны мен сенбі және де жексенбі күндері жазып отырмын. Сенбі және де жексенбі күндері кешке қарай, түн уақытында маған ешқандай ұйқы бермей, менде бір мынандай поток моментта болады ғой, сен өзіңнің сүйіктісіңмен айналыса беріп, сен кәдімгідей үлкен бір идеялар сенде келеді. Менде де дәл осындай идея келді. Мен де келесі жылға қандай видеолар шығарсам деген идеялар кеше түнде келе берді. Олардың бүкілін жазып шығып, қысқасы айтқанда 101 видеоның тақырыбын дайындап қойдым. Алдағы жылға ютубқа бұйырса 101 видео шығады. Бұйырса мен ол тақырыптардың бүкілін жазып қойдым. Жалпы менің негізгі мақсатым бұрыннан алдағы жылға ол 101 видео дайындау болатын, және де сол қандай видеолар дайындау керек, осы идеялар маған түнде келген болатын. Енді маған шыны керек бір съемка қатты ұнай қоймайды. Маған басқа бір процестер ұнайды. Яғни көптеген съемка жасаған маған ұнай қоймайды. Бірақ мен келесі жылға басты мақсатым дәл осы съемканы салу, әрине, постоянство жасау, ютубтың алгоритмін орындау, инстаграмның алгоритмін ойындау. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, описанияда ссылкасы. Осындай бір әрекеттермен жұмыс жасау. Бірақ мен бұған басты көңіл аударғым келмеді, сондықтан да бұны кейінге қалдырғым келмеді. Алда менде 30 күндей уақыт бар. Дәл осы 30 күннің ішінде мен 101 видеоны дайындап тастағым келеді. Қолымнан келгенше 101 видео, қаншалықты бұл қиын болғанымен, қаншалықты процесс кезінде қатты өзімді шаршаңқы сезінгенімен, мен бұл 101 видеоны дайындап тастағым келеді. Өйткені мен қазір бұл видеоларды дайындап, обложкасын жасап, оны ютубқа салып, загружать етіп жасасам болды, маған ендігі алдағы жылға басқа пландарымды істей беруге болады. Сенде де дәл қазіргі таңда жазып ал, 2024 жылға мен қандай мақсат құрамын, менде қандай ойлар бар, қандай идеялар бар, қандай мақсаттар бар. Дәл осы мақсаттардың ішінде мен дәл қазір осы бір айдың ішінде қайсысын істеп тастасам, максимально фокус қойып, максимально энергияны беріп, максималды тұрғыда соған назар аударып, мен қай істі істей аламын. Осындай бір іс-әрекет арқылы сен 2023 жылды қаншалықты жаман тұрғыда өткіздіргенмен 2023 жылды супер тұрғыда аяқтай аласың. Ендеше сенде дәл қазір 30 күндей уақыт бар. Осы 30 күн ішінде келесі 2024 жылға мақсаттарымды жазып, сол мақсаттың ішіне қайсысын мен дәл қазір орындай алам, соны орында. Ендеше сәттілік. Кеттік, келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.